Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осылай биік болып көтерілетін таразысыз осындай керемет шоколадный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқа саламыз. Барлығын стаканмен өлшеп саламыз. 1 стакан қантты салып, миксердің жай жылдамдығымен миксерлеп бастаймыз. Әр минут сайын миксердің жылдамдығын көтереміз. Массамыз 2 есе 3 есе ұлғаю керек. Дәл осындай масса болғанға дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Қаншалықты биік болып көтерілсе, сіздердің пирогтарыңызда дәл осылай көтеріліп пісетін болады. Енді оның үстінен 1 стакан айранның орнына сүт құюға болады. Және де 1 стакан толтырмай, сұйық май құямыз. Екеуін тағы бір миксерлеп жібереміз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, бір араластырсаңыздар жеткілікті. Енді оның үстінен разрыхитель саламыз. Және де 3 ас қасық какао саламыз. Разрыхительде 1 шай қасық, және де 2 стакан ұн саламыз. Ұнды міндетті түрде ұн илегіштен өткізіп алыңыздар. Және де ұнды бірден салып жібермейсіздер, 2 бөліп салыңыздар. Егер ұнды бірден салып жіберсеңіздер, көтерілген масса түсіп кетуі мүмкін. Сол себепті 2-ге бөліп, осылай шет-шетін толығымен сырғытып алып, ұнның ешқандай түйіршігі қалмайтындай жақсылап осылай миксерлеп аламыз. Осы сәтте пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Міне осындай әдемі масса болып шығады. Осындай үйіңіздегі силиконовый немесе темір формаларыңыздың ішін кішкене сұйық май жағып жібереміз жабыспас үшін. Және де дайындап алған массамызды құямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 25-30 минутта піседі. Енді әркімнің пешінің ыңғайына қарай әртүрлі уақытта пісіп шығады. Піскен піспегенін осындай ағаш таяқшамен тексерсеңіздер болады. Егер құрғақ болып шықса, демек пісті деген сөз. Пирогымыз влажный болу үшін ыстық күйінше шоколад пен кішкене сүтті араластырып микроволновкада ертіп жіберсеңіздер болады. Және де осындай пирогтарды тесіп үстінен жаңағы ыстық сүт пен шоколадты құйып жібересіздер. Немесе жай ғана сүтті ыстып құюға да болады. Мен дәмдірек болу үшін шоколадты араластырып жібердім. Ол әрине міндетті емес, дәл осылайда жесеңіздер болады. Енді ыстық сүтті үстінен құямыз, яғни тесікшелерінен ішіне кіріп, пирогымыз одан сайын дәмдірек бола түседі. Ыстық күйінде құю керек. Екі бетіне де дәл солай құясыздар. Осымен біздің пирогымыз дайын. Қараңыздаршы, қандай биік болып көтерілген. Кескен кезде қазір кескенін көрсететін боламын. Өте жұмсақ, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Достарым, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге керемет рецептерді ұсынатын боламын. Міне, осымен біздің пирогымыз дайын. Назарларыңызға үлкен рахмет, сіздермен болған ләззат.